Ассалаумағалейкум қазақ елі, арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатқан жаңалықтар алғашқылардың қатарынан бірінші болып білгіңіз келсе, арнамызға жазылып, лайк түймесін баса кетіңіз. Жетісу облысында 3 баллдық жер сілкінісі тіркелді. Қирау мен құрбандар туралы ақпарат түскен жоқ. Жетісу облысында 3 баллдық жер сілкінісі тіркелді. Жетісу облысы төтенше жағдайлар департаментінің мәліметінше, сейсмикалық станциялар желісі сағат 10:08-де жер сілкінісін тіркеген деп хабарлады Түркістан.кз. Жер сілкінісінің ошағы Алматы қаласынан солтүстік-шығысқа қарай 230 шақырым жерде, Жетісу өңірінде Текелі қаласынан 20 шақырым жердегі таулы аймақта орналасқан. Жер сілкінісінің энергетикалық класы 9,7, магнитудасы 4,6, тереңдігі 15 км. Қабылдау туралы ақпарат Текелі қаласында 3 балл деп хабарлады облыстық ТЖД баспасөз қызметі. Облыстық төтенше жағдайлар департаменті жергілікті атқарушы органдарды, полиция департаментін, прокуратураны және басқа да ұйымдарды хабардар етті. Аймақтардағы жағдай нақтыланып жатыр. Қирау мен құрбандар туралы ақпарат түскен жоқ. Толығырақ төмендегі сайтымыздан көре аласыздар. Егер де біздің видео ұнаса, подписаться және бір ғана лайк түймесін басып кетулеріңізді сұраймыз.